Упражнения для развития силы ног, растяжки и координации. Бұл упражненияда бізде тік ұстаймыз. Бастарын көтеріңдер. Енді алға қарай секіреміз. Прыгаем в высоту. Былай шетке емес, именно төбеге қарай секіру керек. Аяқты төбеге қарай көтереміз. Аяғынды көтерген кезде ұштарын былай қатты созамыз. Аяқ, колени тоже қатты созамыз. Хорошо? Арқаларын көрдіңдер ме, бүкіреп кетті. Арқаларын түз ұстаймыз. Басты былай аяққа дейін тигізбейміз. Басты тік ұстаймыз. Девочки, теперь делаем поворот с точкой. Делаем один поворот, точка. И поворот. Ашам. Келесі біздің упражнение. Аяқты үш жанға көтеріп, бір поворот. Қолды ашамыз. Алға, жанға и артқа мақ дейсің. Аяқты ұшынды тартып кеттік. Бір, екі, артқа үш. Үш и поворот. Енді артқа аяқты көтерген кезде аяқты былай жинамай, аяқты түзу қылып аш. Кеттік, басынан істе. И поворот істеген кезде қолды жинайсың. Оның бағана түсін олын, Кеттік. И бір, екі, үш, и поворот. Поворот, қол четко. Раз, два болу керек. Да, смотрите, когда сидим тоже, спинка ровная, ручки вот так открыли, локти подняли, ножки собрали. Делаем два прыжка, давай. Раз, два, ставь ручки, открывай ножки. И обратно собирай, опять два прыжка, пошли. Если ты прыгаешь тяжело или у тебя колени заваливаются внутрь, или же провисает поясница в планке, то ты выполняешь неправильно. Данная вариация развивает силу ног, пресс и руки. Тут работает все тело, поэтому оно развивает параллельно координацию, а также выносливость. И равновесие, руки не теряем. Раз, два.